Армысыздар достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Бүгін мен сіздермен етті қалай сақтауды көрсетемін. Біз қазақтар ет жегенді өте жақсы көреміз. Әсіресе мен ет болмаса үйде не істерімді білмей қалам. Етті өте жақсы көремін, етпен тамақ дайындағанды. Мен еттің жартысын тұздап сақтаймын, жартысын тұздамай сақтаймын. Бұны мысалға қордақ істесең де, үйде дымлама істесең де, палау істесең де өте ыңғайлы. Әркім өзіне ыңғайлы етіп сақтайды. Мысалға мен әр тамаққа ыңғайлы болу үшін пакетке салып, бөлек-бөлек сақтап қоямын. Өзіңізге ыңғайлы қылып, жаңағы бөліп аласыз да, пакетке бөлек-бөлек салып сақтайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіз үшін батырманы басу бір сәт, ал мен үшін үлкен мотивация. Құйрықты да осылай бөліп аламыз да, тұздамай пакетке салып сақтап қоямыз. Бұл енді тұздайтын етіміз. Бұны тұздап, өзіңізге ыңғайлы ыдысқа салып, 1 күн, 2 күн қойып қоямыз. 2 күнде еттің суы шығып, тұзы сіңіп, әдемі болып қалады. Оны бөлек-бөлек пакетке салып сақтайтын боламыз. Арасында чеснок салып, приправа салып дайындап қойсаңыздар да болады. Өте керемет болады. Мінекей біздің етіміз дайын болды. Міне бәрін бөлек-бөлек салып дайындап қойдық. Бешбармаққа да, сорпаға да, дымламаға да шетінен алып жасай береміз. Осылай дайындасаңыздар, өздеріңізге өте ыңғайлы болады. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің ет сақтаудағы тәсілдеріңізді комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің каналымнан қызықты видео күтіңіздер.